Bang. Сәлем достар. Бүгін мен сендерге мінекей осындай суретті қалай жасауға болады екенін көрсететін боламын. Бұндай суреттерді сіздер YouTube'дағы каналыңызға қоюларыңызға болады. Мен де осындай суреттің біреуін қойып көріңіздер. Мінекей ол үшін бізге мінекей осы программа керек болады. Осыны бүйтіп басасыздар, осыған кіресіздер. Бұны Play Market'тен жүктей аласыздар. Мінекей өзіңізге қалаған түсін таңдайсыздар. Маған осы түсін ұнайды. Және осы жағы осылай ма, әлде осылай ма кеткен түрлі. Маған бірінші ұнайды. Енді өздеріңіз көз таңдайсыздар. Маған үшінші көз ұнайды. Жоқ, екі. Енді қасын таңдаймыз. Осы қаста тұра берсін маған. Мұрнынан осын таңдайым. Ал ернінен осы тұра берсін. Шаш таңдайсыздар енді. Қай шаш таңдасам екен? Достар, меніңше осы шаш әдемі сияқты. Енді осыған түс таңдайсыздар. Көк қылайық. Енді құлағын таңдайсыздар. Мен осы құлақ таңдаймын. Енді мына жерге сақал қоясыздар. Бірақ мен сақал қоймаймын. Енді киім таңдайсыздар. Мінекей осы киімде тұра берсін. Енді көк түсті қылам. Енді сырты қандай болып тұру керек? Осылай ма, әлде мынандай ма, әлде мынандай рамка ма, толқын ба, өздеріңіз білесіздер, жұлдыз ба? Маған рамкада тұра берсін. Түсті болсын. Енді осы мына белгін басасыздар. Енді мынаны басасыздар. Мінекей осылай түсіріледі. Енді галереяға кіресіздер. Мінекей жаңағы біздің жасаған адамымыз. Мінекей қайтадан біреу бар. Мен бұларды өзім жасадым. Мінекей. Осы адамдарды өзім жасадым. Достар, егер де сізге осы видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар, достар.